амансыздар қымбатты көрермендер, сіздерге Алланың сәлемі мен берекесі болсын. Балаға тең көрінер бай мен кедей, сүйеді жақсы жаман надан демей, күнә сұмдық дегенді ол білмейді, айырмасыз ер әйел бәрі бірдей. Тура бір ғасыр бұрын халқымыздың ақын перзенті Сұлтанмахмұт Торайғыров балалар жайында осылайша жыр саптапты. Ал бүгінде балалар туралы әңгімеміздің әуені қандай? Осы сауалға жауап алу үшін Алматы облысы Талғар қаласында орналасқан Нұр қайырымдылық отбасылық үлгідегі балалар үйіне қатысты аяулы жандармен әңгіме қозғауды жөн көріп отырмыз. Ең әуелі әңгімеміздің әлқисасын осы Нұр балалар үйінің тыныс тіршілігімен танысудан бастайық. Бейбіт күнде ата-анасыз жетім қалған сәбилерге пана болып, бауырына басып, балалар үйін ашқан Тұяқ Қаскен қызын Жетісу өңірінде білмейтін жан кемде кем. Ең алғаш Нұр қайырымдылық отбасылық балалар үйін ашып, түн ұйқысын 4 бөліп, жарғақ құлағы жастыққа тимей, тынымсыз тіршілік кешкеніне де міне 15 жылға айналған. Осы уақыт аралығында тұрақты түрде 110 бала нұрлы шаңырақтан пана тапса, одан да бөлек талай жаудыр көз Әнуар ата мен Тұяқ ананың қамқорлық шарапатына бөленген. 1998 жылы келдім. Інілерім бар, өшінім бар, бір қарындасым бар. Барымыз осы жердеміз. Ең үлкені мен болам. Мектеп бітіріп, Тұяқ мамам оқуға түсірді. Колледж, Кунаев атындағы экономикалық колледжді бітірген соны мені университетке тапсыртқызды. Университетте 3 жыл оқыдым. Анам қайтыс болып кетті де, әкем болса ол қашып кетіп қалды. Сосын мен өшетке туысқандарын әкеліп тастады. Мен мектепке де бармайтын, бір үйде суық үйде отыратын. Осы жаққа келдім, осы Тұяқ анамен танысып, Ануар әкемен таныстым. Осы жақтағы бар балалармен танысып, тату-тәтті өмір сүріп жатырмыз. Әкем 3 жасында қайтыс болған мен. Анам осы 3-4 жыл оқалды қайтыс болғанда. Не осы жерге келгенде бізге қатты ұнатып берді. Тұяқ апам маған жылы сөзбен балам келе ғой деді. Соны мен түсінім. Ата-ана осындай болсаң қандай болмақсың деді. Содан ойланып жүріп бір күні атаммен бірге мешітке бардым. Енді ол кезде намазға тұрдым да, Құдайға шүкір 2-4 жыл болды намаз оқыдым. Бұл күнде тәрбиеленушілердің көбі өмірде өз орнын тапқан азаматтар, озат студенттер, мемлекеттік, жеке кәсіптегі қызметкерлер, ең бастысы үлгілі шаңырақ болып ұйып отырған қаншама отбасы. Олардың барлығы Әнуардай ақ жарқын әке мен пейілі кең Тұяқ ананың шаңырағында көрген өнегесін өркендетіп келеді. Қалғалай, жақсы мен. Кіріңіз, отырыңыз ба? Амансыңдар ма? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Ептеп жүріп жатырмыз, бәрі жақсы ойдағыдай. Өздерің қалай тәуір болды ма? Мен 13 жасымнан бастап осы Нұр қамқор үйінде тәрбиеленіп келемін. Анамның қолында, анамның мейірімін, қол қанатында өсіп келе жатырмын. Әлімге дейін сол үйдемін. Өзімді жалғыз сезінсем сол жерге барам. Бірдеңем жетпей тұрса да барам, мама деп. Басқа кімге барам мен? Медицинский колледжді бітірдім. Сол жерде де өсті ғой Зайыр деген. 2006 жылы мамамыз бізге кішігірім той жасап, некемізді қиып, кішкентай комнаталы болса да үй салып беріп, ішінде мейірімі, жылуы көп болса да осы үйде жақсы өмір сүріп, қуаныштымыз бәріне. 98 жылдан бастап тәрбиеленіп келе жатырмын. Өстім осы. Сол үйден бірге қазіргі әйеліммен танысып, сол жерден үйлендік. Осы мамамыздың арқасында осы үй болып жатыр. Адамзаттың абзалы пайғамбарымыз Мұхаммед оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Жетімді қамқорлығына бөлеген жан жәннатта өзімен бірге қатар тұрған қос саусақтай көрші болатынын айтқан. Сірә бұл сөздің астарын терең түсінсек, қазақ даласында жетім атаулы қалмаста еді. Ал әзірге көпшілігіміз қайырымды жандарға қарап қайран қалып, алғыс жаудырудан ара салмай жатырмыз. Тіпті қаржылай көмектің өзіне қынжылып қалатынымыз ащыда болса шындық. Ал осындай тауқыметтермен күнделікті күресіп жүрген Алматы облысы Талғар қаласындағы берекелі шаңырақ иесі Әнуар ата мен Тұяқ анаға
Демеу болсақ деп Қазақстан қажылар қауымдастығындағы ақ жаулықты аналар мен салиқалы азаматтар балаларға ақ батасын жаудырып тұрақты түрде қолдау көрсетуді әдетке айналдырды. Біз де қалың көрермен атынан тағдыр тезіне ұшыраған жұдырықтай жүректерге жылу сыйлаған қайырымды жандарға Алланың шексіз қамқорлығы мен нұры жаусын демекпіз. Туған өлкем, көктемсің ерте жеткен, алақанда аялап еркелеткен, топырағыңның құнары келбетімді, гүлдей нәзік жаныммен еркелеткен деп, жан дүниесінің толғанысын өлең сөзбен өрнектеп, Нұр балалар үйіне барып, жиі жырдан шашу шашып, рухани қолдау көрсетіп жүрген халқымыздың ақын қызы Жақсыгүл Шәріпханқызы мен осы Нұр балалар үйінің аяулы анасы Тұяқ Қаскенқызы бүгін студиямызда қонақта. Қымбатты аяулы аналар, студиямызға қош келдіңіздер. Рахмет жан. Сіздерді студиямызда көргеніме өте қуаныштымын. 15 жылдың көлемінде 350 бала деп отырмыз ғой. Осының барлық бір уақытта тәрбиеленді ма, және олардың барлығымен бүгінде хабарласып тұрасыз ба? Дұрыс айтасыз, 350 баланы мен көмектескенім, асырағаным рас. 15 жыл көлемінде адамның ол өмірлік бір жасы. Маған қиындық жағдаймен келмейтін балалар жоқ. Бәрі келіп көмек сұрайды. Біреулер киім сұрайды, кейбіреулер тамақ сұрайды. Мынау панасыз балалар бізде көбейіп барады ғой. Сол себептен ол балалар естейді, бірінен бірі естейді да сол бізге келеді, қайда барады. Оны қағып жібере алмайсың. Қайтеміз, қолымыздан келгенде жалғыз мен емес, аналардың бәрінің істейтін жұмысы сол ғой. Ана болғаннан кейін және елімізде жетім деген ат шықпасын деген мағынамен тырысқан адамдарымыз ғой. Жастар бізге қарап өседі, жастар бізден үлгі алады. Сондықтан да сол балалар келген уақытта қолымнан шамам келгенше көмегімді көрсетуге тырысамын. Және олардың қиналып жатса қолынан көтеруге тырысамын. Қолымдағы барымды бөліп беруге тырысамын. Олар тек қана менің балаларым болып кетпейді, менің нағыз жан ашырларым болып кеткен балалар. Мен мақтанып отырғам жоқ, бірақ та ана, әке болып алған 110 баламның бәрі. Қолдарында дипломдары бар, жұмыс істейтін жұмыстары бар. Оның ішінде 22-24 қызымды ұзаттым. Әуел өзіме құда түсіп келеді, не болмаса мен барып құда түсем әйтеуір. 12-14 баламды үйлендірдім. Құдайға шүкір, Алланың берген рақаты шығар. Қыздарымның басында үйлері бар, ал балаларым болса жұмыстарын, қалталарында қарағадай диплом болғандықтан жұмыстарын істеп өмір сүріп жатыр. Әлгі жас жетпей ме, жарылып аймай ма деген сөз рас екен қызым. Балаларым жетіп, өздерінің қолы келген көмектерін аямай жатыр. Алланың маған берген бір қамқорлығы шығар, мен аяғандығы шығар. Бір атадан жалғыз болғандықтан осындай ауқымы кеңейсін, қорасында мал шуласын, даласында бала шуласын деп берген шығар деп өзім Аллаға да рахмет айтам. Бәріміз де бір Алланың күшімен жүрген адамдарымыз. Алла бізге не бұйыртты, сол өмірден осыны алып жатырмыз. Мен біреуден асып кетейін деп бастаған дүние емес. Өзім қиындықты көріп өскеннен кейін кішкентай болса да суымды сеуіп, осы балаларға көмек берсем деген ойым ғой. Тек қана мен өзім жалғыз емес, көпті күрсе көл дейді. Сол балапандарым елдің келгенін көріп, жұрттың қамқорын көріп, одан сайын, барған сайын тәрбиелі болып, ашық, мәдениетті болып өсіп жатыр. О да Құдайға шүкір деп өзім ырзашылық жасаймын өзім. Кей уақытта жалғыз отырғанды ойлаймын. Қайтер екен, мен олай бұлай кетсем, осы балаларым қандай жағдай болады деген ойлар да келеді. Бірақ оның бәрін артқа қоямыз да, адам әйтеуір пенде ғой, алға қарай ұмтыламыз. Біз өткен хабарымызда осы Қазақстан қажылар қауымдастығының өздеріңізге барып, балалармен бірге ой бөлісіп, қуанышына ортақтасқанын көрсеткен болатынбыз. Сондықтан сол қауымдастықтың мүшесі Жақсыгүл апа өзіңізді шақырған едік. Жалпы балаларға, әсіресе Тұяқ апаның балаларына баруды сіз қай кезден бастап қолға алдыңыз? Мен ойлаймын, бір 10 жылдың көлемі деп, өйткені мынау алдарыңда жатқан кішкентай бір жаңа кітап себепкер болды. Кітап дүниеге келсе, оның иесі де тапсыруға асығатын жанбыз. Бағанашылдағы балалар үйі бар, өзіміздің мынау орбитадағы балалар үйі бар. Соларға тезірек жеткізіп, ең алғашқы кітаптарды сол пайдалансын деген мақсатта. Енді Тұяқ апайды онан бұрын да естіп, біліп жүретіміз. Сондай өзіне басшы бола білген, еңбекте қосшы бола берген Ануар ағайдай азаматтың
ақылына сүйеніп, соның қайратына сүйеніп отырып, осындай бір үлкен жұмысты бастап кеткен өр мінезді дейміз ба, осы тек біздің қазақы жүректі, қазақы пейілді, тұяғапайдай ғана кісінің қолынан келетін еңбек, оны елдің бәрі енді түсініп, енді бағалап жатыр. Елде енді есін жиып жатыр ғой, біреуге біреу қарайтын заманда болмай қалған кезінде. Сондай кезде қиындықты бастап, сол қайырымдылық жұмыс істеп, бауырына сонша қазақтың баласын басып, тек қазақ емес басқа да балаларды бөліп жармай басып, оны қазақша тіл үйретіп, оған әдет ғұрып салт дәстүрімізді үйретіп, тәрбиелеп отырған осындай жандарды біз мақтаныш тұтып, қазақтың қаһарманы деп толық айта аламыз ғой деп ойлаймын. Өзімнің кәсібімде сол балабақша болды. Сол балаларды қалай тәрбиелейміз? Таңертең әкеген тапсырып кеткен аналар үшін кешке дейін сол орнын басып, қалай аналық көмегімізді көрсетеміз деп жүріп, сол білгенімізді сызып, жазып жүріп, балалар ақын етті десем болады. Несімен сізді ақын етті? Оларға сіз арнап шығарғыңыз келді ме? Әлде сіздің көңіл күйіңізге ерекше әсер етті ме балалардың қылығы? Дұрыс айтасың. Әрбір адамға өзіне лайықты, айтады ғой, қазақта жаман деген адамның бір жақсы қасиеті бар деп. Сол қасиетін аша білетін болса, әрбір адамның өзінің қасиеті бар. Оны мен бала кезімнен байқадым. Мектеп қабырға газетіне сол мектептің жаңалығын жазып сөйтіп жүрдік. Ал бірақ мен көбіне жасырын жазатынмын. Өзім балалы болған кезде сол балаларымды жетектеп, алған мамандығым есепші болса да, мен балабақшаға бардым. Сол балабақшада жүріп, жұмыс атқарып, мынау еліміздің тәуелсіздігін қарсы алдық. Еліміз тәуелсіздігін алған тұста бұрынғы балаларға беретін дүниенің барлығы сәл өзгеріске ұшырады. Сол елдің жаңағы қуанышы менде шабыттандырып, баяғы жоғалған деген қасиетім қайта тіріліп дегендей осы балалар үшін шыға бастады. Ал енді сіз мысалы Тұяқ апаның балалар үйіне барған кезде шын мәнінде көзін тырнап ашқаннан туған ата-анасынан айырылып, жаңағы Тұяқ апамыздың мейіріміне бөленіп, сол жерден пана тапқан балаларды көрген кезде олардың бойынан сіз ерекше қасиетті көресіз бе? Мысалға осы ақындық болсын, жазушы немесе басқа да қасиетке оларға себепші болуға сіз қандай да бір ықпал ете алар ма едіңіз? Аллаға шүкір дейік, осындай жаны жомарт, бауыры кең анаға келіп түсіп, сондай балалардың біз айтамыз бақыты бар екен, бағы бар екен деп. Болады ғой, әрине өзінің анасын, өзінің атасын іздемейтін, ол бір көрінбейтін бойда бір жасырын тұратын, адамның бойында бір үнемі жетпей тұратын бір кемшілік сияқты көрінеді. Рухани жүдеулікке түседі адам қанша айтқанмен. Бірақ соны қандай болған күнде де өзінің аналық ақылымен де, өзінің мынау ұлы педагогика жолындағы қызметімен алған жұмысымен де осы апай өте әдемі орнын басып отыр деп айта аламын. Соның арқасы болар, бұл кісінің балаларының бәрі талантты. Бәрі өте жоғарғы оқу орнына да түсіп жатыр, грантқа ілініп жатыр. Тіпті дастархан мәзірін жасауға болмасын, енді үлкен тәрбие бар, үлкен тәрбие жұмысы бар. Мына бір үйде, бір отбасында қазақ 2-3 баласына бере алмайтын тәрбиені осы кісі беріп отыр. Енді ол балалардың ішінде ақындыққа ыңғайлы балалар да бар. Оның бір-екеуінің өлеңін алып, қарап, көріп, солай өзім риза болдым. Өйткені балаларда айтар ойы бар. Ол енді қанша айтқанменен ары қарай түсетін өзі баланың өзі сол қасиеті ашылған кезде жан-жақты дамып шыға келеді өзі. Ал Тұяқ апа елдің ішінде балапан басына тұрымтай тұсына қашып, кім не істерін білмей жан-жаққа жан сауғалап кеткенде жағдайлар болды ғой. Сіз сол кезде қорыққан жоқсыз ба? Осы балалардың аманатын арқалап, бұларға тамағын қалай тауып беремін, немесе тәрбие жұмысын айтып жатыр. Тәрбие де үлкен мәселе ғой. Бір отбасындағы 2-3 балаға дұрыс тәрбие бере алмай жатқан жағдайлар бізде өте көп. Бай қарасаңыз, көзсіз батырлық деуге бола ма, әлде сіз тәуекелге бел будыңыз ба? Әрине, көз қорқақ, қол батыр. Жүрегің алып ұшады, қалай болады деп уайымдайсың. Бірақ мен бір Алланың өзі жол көрсеткеннен кейін мен тоқтап тұра алмаған адаммын. Жолдасымды көндіріп, басымда жалғыз үйімді сатып, үлкен баламның үйін сатып, осындай жағдайға жетіп отырған адаммын. Әрине, ең алғашқы бетте түсінбейтін де адам болды. Көбелек деген дат естідік, бірақ та оның бәрі артта қалды. Алла өзі асықпайды, бәрін орнына қояды деген рас. Өйткені бұл өте қиын жұмыс. Мен үйімді бәрін сатып, біреудің дачасында жатып осыны бастадым. Ешкімнен ешқандай көмек сұрағам жоқ. Бірақ мен мұғаліммін. Жолдасымның арқасында әйтеуір қанша екеуміз жеткіземіз, жетілдіреміз дегенмен қиын жағдайға түсіп қалған жағдайлар да болды. Бірақ та біз балалар тастағамыз жоқ.
Менің уставым бойынша 50 баланы алуым керек болатын. 50 бала емес, бір жұманың ішінде 120 бала жиналып кетті. Ол әртүрлі 8 ұлттың балалар жиналды. Мен үшін, мен анамын, мен мұғаліммін. Сондықтан баланың ағы, қарасы, сарысы жоқ. Мен үшін бәрі бірдей. Мен атақ үшін емес, не болмаса байлық үшін емес. Бала баққан кісі байымайды еш уақытта. Біріншіден, екіншіден атақ маған керек емес. Өйткені Аллаға шүкір, осы жасқа келгенше өзіміз алатынымызды алғамыз, жейтінімізді жегеміз. Енді жемұрлық жасап көргеніміз жоқ, бірақ та Құдайдың алдында адал өмір сүрген адамдармыз. Біз енді мынау даладан шаршап келген уақытта саған 220 көз қарағанда өзіңді қай жерге қоярыңды білмейсің. Өйткені балалардың көзінен білесің. Балалар саған қарап тұрады, көзімен қарап тұрған уақытта не айтады? Қандай сөз айтады, қалай саған қарым-қатынас жасайды деп тұрады. Сондықтан мынау баланы бағу оңай дүние емес. Өйткені бізге бір жастағы балалар келген жоқ. 15-тегі бала келді, 17-дегі бала келді, 27-дегі жігіт келді. Амалымыз қанша? Елімізге қиындық түсіп атқанда, адамдар естені жинай алмай атқан уақытта біздер бәріміз жалғызмен емес, бүкіл қазақ халқы қол ұшын беріп осындайды жинақтауымыз керек. Ұлы Отан соғысы уақытында біздің жетімдерді қаңғыртпаған, көшіп келген жетім мынау Жамбыл облыстарында көп жерде немістің балаларын асырап алғандар адамдар көп. Өздеріңіз тарихты қарап отырсаңыздар, сол тарихта бәрі айтылады. Қанша немістің баласы қазақтың фамилиясын алып, сондай жетіп атқан. Міне біздің қазақтың даналығы сонда. Елімізге қиындық түскенде ата-бабамыз осы үлкен жерімізді бір шоқ болып отырып қорғап қалды. Ал біздер осындай мына 21 ғасыр жетіп отқанда, біліміміз асып отқанда, мынау ел қатарына қосылып жақсы орында отырған уақытта балаларымызды қаңғыртып, не болмаса тастап кеткен келіншектерге мен налимын. Естің алдына баланы алып кеп тастап кетеді да, не қағазы жоқ, міне тағы менде 6 бала отыр сондай. Не айтасың? Көзіміз көрмейді, балалар айтпайды. Балалар намыстанады, шешесін айтуға, әкесін айтуға намыстан үндемей құтылады. Кей уақытта балалар бұйығып отырып алады, өзін өзі уайымға беріп, мына отырады да 2 сағат қозғалмай отыратын балалар болады. Соның бәрін көтеру деген, соның бәрін алу деген оңай дүние емес, бірақ та бәріне бір Алла қорған. Алла күш береді, қайрат береді. Міне осы жасқа келгенде Алла тағала күш беріп отыр деп, өзім сыйынатын да, жәрдем алатын да жалғыз Алла. Әйтпесе біздің онша қоршаған ешкіміміз жоқ. Әлгі 100 сом ақшаң болғанша 100 жолдасың болды. Осындай жолдастардың арқасында, осындай қажылардың арқасында қамқор, елдің арқасында, біздің көгеріп отырғанымыз, халқымыздың арқасында, кішкентай ғана Талғардың арқасында. Талғар деген мынау біздің Қазақстанның керемет Швейцариямен бірдей жер ғой. Әкімшілікке мың рахмет айтамын. Жерін беріп, қол ұшын беріп жатқан. Мен барсам тік тұрады. Сондай күш беріп жүргендеріне мен әкімшілікке де осыны пайдаланып рахмет айтамын. Өйткені барамда орынды осы уақытты нетпей тез деп сөйтіп жүретін жағдайда болады. Рахмет. Олар біріншіден жасты сыйлайды, басты сыйлайды, оларына көп-көп. Маған әлгі Талғардың атақты азаматы дегенді атақ беріп жатыр, оның бәріне ризамын. Еліміз аман болсын, қызым. Алла разы болсын, Алла сауаптан жазсын. Халқымыз айтқандай, жүрек не сіңірсе, ауыз соны сөйлейді дейді ғой. Сондықтан да мынау ақын ретінде, ақжаулықты ана ретінде сөз жәрдем бермесе де сөзімен кедергі жасайтын адамдарға сіз қандай әңгіме айтар едіңіз? Аллаға маңдаш бір шүкір, мына өзіміздің дініміз оралып, жүрегіміз қайта оянып, имандылықты бойымызға сіңіріп жатырмыз. Сол жолға ертерек түссе, онда ондай нәрсе болмас еді. Өзі сіңірмей бойына адам ол айтқан сөзбен құр сөз ол қабылдай алмайды. Естігенменен соны қанша естіп отырса да, қоштап отырса да, бірақ жүрекпен сіңірмеген нәрсе ол сол өзінде қалыптасқан күйінде болып жатады. Біз осы жақсылықты көбірек айтсақ деп ойлаймын. Жақсылықты көбірек көрсетсек деп ойлаймын. Жақсы аналар қазір әсіресе осы тұста оянып жатыр. Оған жаңа қажылар қауымдастығының бір топ аналарының еңбегін айта аламын деп айтамын. Көш жүре түзеледі дейді ғой жаным. Ол
жүре түзелетін шығар бәрі. Халқымыз айтады ғой, жан жима жақ жима деп. Былай жеме жемгенде күніне 110 бала, 120 баланың тамағын тауып беру де оңай шаруа емес. Былай сізге арнайы қолдап қолпаштап отқан демеушілеріңіз бар деп те айта алмаймын. Былай қарасаңыз өзіңіз бір Аллаға сыйынып, бір Алладан пана сұрап жүрген адамсыз. Жақсылықты Алла тағала өзі береді. Иә, балаларым аман болсын, балаларым ел қатарлы болсын. Мен қуана да айта алам, айқайлай да айта алам. Менің 52 ұлым бар, 52 ұлым 52 жігіт болып өсті. Оның 5-еуі мынау елімізді қорғап атқан әскери қызметте. Тағы 3-еуі бітірейін деп жатыр. Оның үстіне мынау бала тәрбиесінде жүрген мұғалім 10 қызым бар. Балаларды тәрбиелейтін, емдейтін тағы 10 қызым. Құдайға шүкір, бүкіл қыздарым ел жұртқа жариялы болып келе жатыр. Қыздарыма қызықпайтын адам жоқ. Кореец балам бар еді, Виталик деген, жуырда тойын жасадық. Ол да қазақша сөйлеп, келін де қазақша сөйлеп, маған айтады, нағыз туған шешем деп келеді келінім. Оның барлығы жетістік емес пе? Балаларды баққанда біз Алланың алдында өзіміздің адам екенімізді, адал екенімізді, жүрегіміздің таза екенін, және сәби біздің болашағымыз, сәби біздің келешегіміз. Балалар арқылы біз қабырға құрамыз, балалар арқылы жорыққа шығамыз, балалар арқылы елдің тарихын шығарамыз, балалар арқылы жолымызды ашамыз. Сол себептен менің айтатыным, балаларымыз аман болсын, жеткіншектеріміз жетсін. Әлгі айтылып атқан 4 бала емес, бір үйде 10 баладан болсын, 20 баладан болсын. Біздің ұлтымыз көбейе берсін. Мынау ата бабамыздың қорғап беріп кеткен жерін қадірлеп ұстайық. Басқалар бізге қажет емес. Сол ұранымызды жетілдіріп, қазақ мектептерін ашқанда да қанша таяқ жедім мен. Бәрін көріп жатырмыз, бірақ та осы жетістікке жеттік. Адал адам жеңбей қоймайды, аққа қара ешқашан жұқпайды деген сөзге разы болам. Мемлекет ел жұртымның осындай жора жолдастың арқасында, елімнің арқасында осы күн қайталай берді демеңіздер. Өйткені Алматыдағы Иманали деген компьютердің орталығы бізді 10 жыл бойы ешкімнен ештеңе сұратпай, дәметпей ұстап келді. Айналайын, Қанат пен Виталик аман болсын. Олардың келешектері мықты болсын. Өйткені қазір қиналып жатыр, содан шығып кетсін деп біздің тілейтін тілегіміз сол. Қазір біз міне 5 жыл өзіміз күн көріп жатырмыз. Бірақ айтайын ғой, бүгін менде бірдеңе жоқ болса, Алла тағала соны біледі. Маған көмектесіп жүр деген Қайрат атты 4 балам бар. Айтпайым қайды. Сол қайраттарым аман болсын. Алла тағала сол менің қайраттарыма жол берсін. Ірі қызмет істеп жүргендеріне қарамай, иә, сөйтіп жүрген азаматтар. Әрі мына менің оқушыларыма мың рахмет айтам. Өздері ең жоғары қызметте отырып, ана бір күні келгенде, биыл қыс суық болды ғой. Суық асханада тамақ ішіп отқанда киіммен отырды балалар. Сонда айтып жатыр, мынау жарамайды ғой, суық қой, мынаны үкімет ешкім көрмеймін. Не айтам, мен ештеңе айта алмаймын. Содан кейін өздерін сол оқушыларым өздерінің ақшаларын жинап, столовыйға бәріне терезе сап берді. Ол да келешек. Бізде азаматтар, қазір жастар тәрбиелі. Бізге бүкіл студенттер келеді, волонтерлар бәрі бізде. Соған мен қуанам. Солардың арқасында қазір барлық жерге хат жіберіп, біздің отынымыз да жоқ, отымыз да жоқ. Бірақ мен жоқ деп налымаймын. Алла тағала береді деп отыра берем. Алақан жайып ешкімге барған жан емеспін. Мен бақтым деп балаларды айтпаймын. Өйткені мен өзім еркіммен алған дүнием бұны. Сондықтан мен ешкімге өкпелей де алмаймын. Иә, ешкім істеген жұмысына міндетсіремеу керек. Адамгершіліктің ең жоғарғы сатысы міндетсіремеу керек. Былай қарасаңыз, сіз айтып отқаныңыздың бәрі имандылыққа келіп тіреледі. Пайғамбарымыз Мұхаммед оған Алланың игілігімен сәлем болсын айтқан ғой, сенің оң қолың бергенді сол қолың білмеу керек дейді. Бірақ дегенмен қатты қиналған кездерде не істейтін сондай бір күндеріңіз бола ма? Мысалға қазіргі жағдайда 2-3 баладан артық өмірге алып келейін десе, оларды тәрбиелеп, материалдық жағын қамтамасыз ету жағынан қиналатын аналар өте көп. Сіз оларға не айтар едіңіз? Мысалға батыр ана деп мен айтсам, артық айтқандық болмас, бір осындай батыр ана ретінде. Біздің осындай кең заманда
бәрі Алла тағала қай ана болсын, қазір елімізде бәрі балаларын оқытуға тырысады, бәріне білім әперуге тырысады. Қалай болса да біздің халық мұсылмандығын ұмытпаған халық. Кішкентай күннен бесіктен белі шықпай жатқан уақытта өзінің бісмилласын айтып үйретеді. Соны ұқпаған қыздарды, аналарды мен қолдамаймын. Өйткені қандай адам болса да, соғыс уақытында әжелеріміз тек қана өздерінің балаларын баққан жоқ. Жастары 70-ке келіп отса да, 40-қа келсе де шұлықтарын тоқып, еліне, өзінің жолдастарына балаларды арқалап, елдерді асыраған жоқ па? Қазіргі заманда кеңшілік емес пе? Біздің жастардың тоғышары деп айтам. Біздің қыздарымыз өте биязы, сенгендіктен қолжаулық болып қалады. Біздің мынау шенде отырған азаматтар құлақтарын алтын сырға, біздің қыздарымызды өздері мазақ қылады. Сондықтан мен соны намыс көрем. Оны түсінетін ата-ана жоқ, сен сондай болып қалдың дейді. Оны үйтіп кінәлауға болмайды. Ол өмірдің тәлкегі. Сондықтан біз ата-ана болып, баланы тастатпауға тырысу керек. Егер қызымыз жүкті болып қалса, оны мәпелеп қолдап, айналайын қателестің, қатені түзеуге тырысайық деп, ол балаларды қамқорлық қалу керек. Сонда далада бала қалмайды еш уақытта. Қыздарымыз мынандай болып кетті деп кінә тағуға біз бәріміз сөйлеуді білеміз. Бірақ та жан-жақты қарап, ортамызды қарау керек. Біз қандай ғасырда отырмыз? Біздің өскен уақытымызда қызға 40 үйден тыю деп айтса, біз бәріне алатымыз. Қазір біз оны айтайтын аналарымыз бар ма? Қазір өздері қыздармен тепе-тең болып, кеуделерін ашып, жалаңаш анандай жүрген аналарымыз көп емес пе? Өздеріңіз байқайсыздар. Жаңа ғана қазақ екенін түсініп келе жатырмыз. Ешкім ештеңені алып кетпейді. Баратын жеріміз 2 метр жер, 20 метр шүберек. Соған барған уақытта біз не деп айтамыз? Алла сықпайды, бәрі жауап береді. Мен бүкіл Европаны аралаған адаммын. Сол жерде қалай өсіп, жетімдерін көрсетпейді. Жетім бар деп бүйтіп айтпайды. Жетім деген болмау керек. Баланы жетімсіретуге біз міндетті емеспіз. Балалар Аравияда балаларға туды ма жетім болып, туғаннан бастап ақша сақ қояды. Оларға бәрін өсіреді. Баласыз ел көгереді ме? Баласыз біздің санымыз көбейе ме? Біз басқа елге қараған неге миллион біз санымыз аз? Соның бәрін ойлау керек. Сондықтан мен айтар едім өзіміздің замандастарым емес, мен балаларым ғой қазіргі жүріп жатқан. Қыздарым да бәрі ақылға керу керек. Қорықпаңдар, өмірден қорықпаңдар. Ұлдар аз, қыздар көп, олар кінәлі емес. Жағдай солай болып жатыр. Ешкімді кінәлауға болмайды. Біз сияқты міне қазір қазылар қауымы қолдап жатыр. Мен өте ризамын. Өйткені олар тәрбиелік мән жағын көп бөліп жатыр. Біздің еліміз бай. Қазақстанда Менделеевтің несі түгел. Соны пайдалана білуіміз керек қой. Мен оны политик емеспін, бірақ та көз көргесін айтпауға аналардың шыдамы жетпейді. Біздің жоғарыда айтылған заңдарды төменде орындата білу керек. Ауылдан келген балалар қармаққа қатысып қалады, жүрегің ауырады. Үлбіреп өскен бала, қиындықты көрмеген бала, ол көндіге алмайды қиын жағдайға. Сондықтан жаман жолға түседі. Оны алдайтындар көбейеді. Ауылдан келген балаларға біз медициналық тәрбие бермейміз. Сондықтан мына мақалдың бәрі қайтып келе береді ауызға. Қызға 40 үйден тыю деп. Ата-бабаларымыз даналық сөздерді бәрін тастап кеткен. Соны біз пайдаланудан қалдық. Бір жерде отырсақ, орысша сөйлегенге мәз боламыз. Менің қызым нетпейді деп, оның бәрі қалу керек. Қазір біздің жастарымыз байлығына пісіп, ағаларының сабына пісіп сөйтіп жүргендер көп. Бірақ оны Алла орнына қояды. Бүгін бе, ертең бе. Бірақ та жетім болмау керек. Шетелге барғанда мынандай жағдайға тап болдым. Конференция болған уақытта жиналып сұрақ қойды. Елде ең инабатты, ең таза, ең мәдениетті халық кім дейді? Біреу қырғыз деп жатыр, біреу ана. Қазақ дегенді сонда ешкім білмейді. Қазақ деген атты көбі сезбейді, танымайды. Американдық профессор қол көтеріп айтты. Егер деді, кім мәдениетті, кім қонақжай, кім дұрыс десек, мен қазақ деп айтар едім деп. Сосын жұрттың бәрі жарт қалады отыр. Не себеп деп сонда сұрақ қойды. Сонда айтатынымыз ең бір басты мәселесі намаз оқиды, 5 мезгіл аяқтары жуады дейді. Содан кейін қонақжайды барын қонаққа береді дейді. Еш уақытта жамандықты ойламайды дейді. Қандай кішкентайын алсаңдар, олар мәдениетті болуға тырысады. Аңқау халық деп сөйледі. Ол шын ғой, ол шындық. Оның бекершілігі жоқ.
Рас қой. Сондықтан біз соны қуанып қайт. Мен оны осыны бүкіл жерде айтам, бүкіл елде де айтам. Адам естіген құлақта жазық жоқ, сонда біздің халықты қандай. Мен балаларымды былай үйретем. Сен бүгін сағат 7-де тұрдың, онда жаттың. Сонда жатар алдында Аллаға сыйындағы өзіңнің қандай қателік жібергеніңді сабақта ма, үйде ме, соны былай өткізіп үйрен деймін көз алдыңнан. Содан кейін қателік істесең, Алла тағала кешірмеймін, мынандай қателік істеппін деп өзіңді өзің нетіп үйрет деймін. Иә, бала тәрбиесінде нәзік жұмыс өте көп керек. Көп керек. Егер балада өзі күн бойы бір сутка істеген жұмысын соны таңдап айта алатын болса, соны өзі қатесін түсіне алатын болса, баланың адамгершілігі сонда өседі. Сондықтан сіздер бол, біздер бол, мына баланың бір күнгі өмірінің көз алдын өткізіп, кешке қарай сөйлесіп отыру керек. Сонда ғана менің ұлым да, шалым да бәрі осыны істеп отырады. Әсіресе ана Бақыт деген ұлымды білесіз ғой. Балалар жинап алып, не істедің, қандай қателігің бар, мынау дұрыс емес, өзің көріп жүрсің ғой. 3 келін де сол балалармен жұмыс істейді. Бәрі соны айтады. Әрине олар кінәлі емес, орысша оқығандары бар, бірақ та тәрбиені жақсы береді. Сондықтан мен Аллаға ризамын. Бірінші тәрбие ұжымнан, отанынан басталады, туған отанынан басталады. Туған отанында ата-анасы мықты болса, туған отанында анасы қызына тәрбиелік сөзді, қыз қандай болу керек, қыз қалай киіну керек, өзін қалай ұстау керек, қалай жүру керек, аяқ киімді қалай күтіп кию, ең басты дұшпан аяққа қарайды, аяқтарын дұрыс неткізу керек. Мынау жүрген тұрған уақытта әсем киіндіре білу керек. Ойбай, сен анамен бақыс, ой, мен саған бәрін әперем, ананың баласында бәрі бар деген. Кейбір ата-аналар, сен жақсы оқысаң, мен саған мынаны әперем. Ол деген қате тәрбие. Баланы қатты киімге қызықтырмау керек, кішкентай күн. Оны жай ғана мәдениетті түрде әсемдікке қызықтыру керек. Мынау, мысалы, қасыңызда сурет салып тұрма, сол суретте не салынған? Сол сурет қалай боялған? Сол суреттің мынандай боялу себебі не деп соның бәрін қадағаласа, бала содан тәрбие алды. Мен бір артық білім бар деп отқамын жоқ, бірақ мен тәжірибем, бәлен жылғы жиған тәжірибеммен салыстырып, өзім отчет беріп отыратын адаммен. Олай болмаса, балалардың өмірін маған Алла тапсырды ма, солардың әрбір өміріне мен жауап берем. Әрбір күніне жауап берем. Мектеп сөйтеді, мектеп деп балаларға болысатын ата-аналар бар. Соның көбі бұзады. Мақтандырып, мына үлкен сотқа бергендерін емес. Анандай оның бәрі артықшылық дүние. Бар болса оның өскенде келешегіне салып қой. Бала неғұрлым қарапайым өсіру керек. Ең үлкен байлық дүниенің байлығы емес, ең үлкен байлық рухани байлық дейді. Рухани балаларды мықты қылып тәрбиелеу үшін сіз өзіңіздің барынша үлесіңізді қосуға тырысып жатсыз ғой. Сондықтан да сіз осындай Тұяқ апаның әдемі сөзінен кейін сізге бір бұйымтай жақсы бір өлең оқып берсеңіз. Әнуар аға менен Тұяқ апайдың шаңырағын біз көп балалы отбасы дейміз. Одан артық көп балалы отбасы жоқ шығар. Сондықтан да бұл кісінің әңгімесін өзімізде таңға тоңдауға жалықпаймыз. Сол тәжірибесін ортаға салып, елмен бөлісіп келіп жатыр. Әйел ерден кетсе де елден кетпейді деп әулет боп тәрбиелеген, әулет боп сол әйелді жаңа азаматы жоқ болса да сол ортадан шығармаған. Не үшін? Сол әйелмен бірге балалардың еріп кетпеу үшін. Балалардың өзінің өсірген ата-бабасының ортасында өз орнында қалып тәрбиелену үшін жасаған. Ал қазірше ол жасыратыны жоқ. Бұған дейін де мұхит асырып та жібердік қой. Бұл енді күллі елімізге сын намыс болуға тиісті. Біз ұлтымызды жаһанданудан сақтаймыз десек, қазақты осы қалпында алып қаламыз десек, оның ұрпағына көңіл бөлуіміз керек. Сондықтан да үлкен дарақты ұлтым дейтін болсам, мен де сол ұлтымның амандығын, оған ұя салған халқымның амандығын тілер едім. Сол мақсатта жазылған өлең. Мен бәріне бәрі де қонақ маған, жапырағына жалғанның қонақтаған, бұтағына ұлтымның ұя салдым, кездерім жоқ бөлініп тояттаған. Ең қиындау жауапсыз сұрақ маған, неге елден жетімім жырақтаған? Бабаларым ұлт құрайтын ұрпағын түбі бөтен жалт елде жылатпаған. Намысы жоқ
жағымпазға жанаспай, шындық үшін шырылдасам жақпадым, төкке тұрмас атағына таласпай, өз бетімше еңбек етіп жатқаным. Жүрегімнің құтысына жылулық, мейірімділік ұлтым үшін жинадым, кеткендерін шетелдерге ығысып, бір қазақтан туғандықтан қимадым. Жүрсе дағы мендері менсінбей, өзім сініп өкпелейде қоймадым, көпшілігі ана тілді тілсінбей, тұрған кезде тағдырымды ойладым. Қасиетті туған жер кіндігінде, бақ орнатар күш қуат бірлігінде, берекелі ұлт болу адалдық пен ұлылыққа ұласар тірлігінде. Ұлттығына халқымның кір жағылмай, жүрсе екен өз жолынан жаңылмай, бір-біріне қошеметін көрсетіп, кең пейілдік танытса екен тарылмай, мен бәріне, бәрі де қонақ маған. Жапырағына жалғанның қонақтаған, ұясалған дарағым құламасын, бұл өмірден керегі солақ маған. Елімізде жетім болмасын, жетімдерімізді қаңғыртпайық, шетелге жібермейік. Осы ортамызда баяғыдай асырап алып, өзіміз осындай еңбек ете берейік. Айтатын жастарымыз жетсін, еліміздің қабырғасы шайқалмасын. Амандыққа, денсаулықпен бәріміз өмір сүре берейік. Аумин. Амин. Аллаху акбар. Сіздердің осындай ақ тілектеріңіз қабыл болып, Алла Тағала сіздерге еңбектеріңізге береке беріп, екі дүнияның бағын берсін. Осындай аналарымыз болғанға Аллаға сансыз шүкірлік айтамын. Рахмет жарқын. Бақытты Амандықта болайық. Төрт түлігің төлді сүй, орманды сүй, белді сүй, айдын шалқар, көлді сүй деп отанды, күллі жаратылысты сүйуге үйрететін ақын Жақсыгүл апайымыздың балаларға арналған топтамасынан осындай әдемі өлеңмен бүгінгі хабарымызды тәмамдаймыз. Расында балам дейтін ел болмаса, жұртым дейтін ұрпақ қайдан болсын деген халқымыздың даналығы әрбір қазақты ойландыруы тиіс. Рахымды Раббымыз әрбір ата-ананы иманды да салиқалы ұрпақпен сүйіншілегей. Аман, сау болыңыздар.